Үйдің тұңғышы болған мені ата-әжем ауылда өсірді. Мен кейінгі сіңлілерім қаланың ақ саусақ қыздары. Әке-шешем жұмыс басты адамдар. Біздің әулетте ұл жоқ. Әкем 2 ағайынды, қарындасы бар. Әкем жұмыс бабымен қалада жұмыс жасайтын болғандықтан, ауылда қарт әке-шешесі тұрады. Қолдарында мен ғана. Мені сүйініш қылады. Өздерінің қалаға барғысы жоқ. Бала кезімнен бастап ата-әжемнің ортасында жататынмын. Әбден еркелеп туған әке-шешемді сағынбайтынмын. Атамды ерекше жақсы көретін мен, әжем атама жақындаса қызғанып, ұстама атамды, ол менікі деп әжемді атама жолаттырмаймын. Бұл қылығымды олар қызық көріп, мені одан әрі қызғандыратын. Атамның күнге күйген иісі, әжемнің түтін сасыған иісі бұл әлемдегі ешбір иіс суға жетпейді. Атама тартқан қара торы болдым. Әжем бар тәттісін аузыма тыққаннан болар, тығыршықтай толық болдым. Ұрда жық мінезім тағы бар. Бұлай айтқанда қыздарға тән нәзіктігім жоқ. Атасының қызы деген тағы бар. Есімді білгелі атамның қасынан шықпай, қорадағы сиыр, жылқы дегендерді атам екеуміз қараймыз. Жылқыға емін-еркін мініп, суарып келетін едім. Сол тірлігімді мақтан ететінмін. Үйдің тірлігінде алып жүрдім. Әжем жарықтық, қыз деген бәрін жасай білу керек. Ертең от анасы болғанда бір үйдің түтінін түтете білу әр қыздың парызы. Сол үшін қалқам, қазірден үйрен. Ата-әжесінің қызы қолынан түк келмейді деп, мына біздерге сөз келеді ботам деп, барынша тәрбие береді. Арада жылдар өтіп жатты. Әке-шешем қалаға тұрақтап қалған. Ата-әжемнің әлі де ауылдан кеткісі жоқ. Қара шаңырақтарын қимайды. Мен бойжеткен сайын олар қартайып барады. Баяғыдай бай қуатты емес. Бала кезден ата-әжемнің қолғанаты болған мен барлық тірлікті өзім істеймін. Жарықтық әжем мен атам мені жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Мен оған мәзбін. Атасының қызы 100 балдан асып түседі деп атам әбден мақтайды. Сәл еркек шора сияқты болдым. Атқа секіріп мініп, сиырларды бағуда менен қалған жұмыстар. Әжемнің ыстық наны мен сары майын опырып жейтін мен де артық салмақта бар. Күнге күйгенім тағы бар. Қора тазалағанда күрек ұстап, қолымда нәзік емес. Өзімнен 1 жасқа, 2 жасқа кіші сіңлілерім жаздық демалысқа келгенде мен өзімнен қатты қуыстанатынмын. Олар мен сияқты емес. Анам секілді сымбатты мүсіндері бар. Көздері ботадай, жұмыртқадай үлбіреген әппақ. Оларға қыз болсам да тартымды келбеттеріне қарай бергім келетін. Не десек те, ауыл мен қаланың арасы жер мен көктей. Олардың сөйлеген сөздерінің өзі тым сыпайы. Ал мен еркіндікті өскендіктен де болар сияқты сыпайы емеспін. Мектепті де оңдырмадым. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда сабаққа бармаймын деп жылағанмын. Атам байғұс әзер көндіріп, арқалап апарып жүрді. Соның өзінде мектепті басыма көтеріп жаман жылайтынмын. Атам кетпей партада қасымда отырып жүрді. Содан кейін сынып алдында күтіп отыратын. Үйге келгенде әріптерді жазбаймын деп тағы қырғын шығарамын. Сонда әжем әріптерді өзі жазып беретін. Солай өскен мен кейін өз қалауымен әріп пен санды ғана танып, кітап оқу дегеннен жұрдай болдым. Ұлдармен жаға жыртысып төбелес дегендер ғана қызық еді. Демалыс. 3 ай демалса қаладағы сіңлілерім келді. Мен баяғыдай оларды өзімен салыстырып, сәл бой түзегендей болдым. Бұрынғыдай тамақ ішуді азайтып, олар сияқты сәл бояу жағып, бірақ ұялып өшіріп тастап жүрдім. Олар, әпке, кәне кішкене жағып көрші деп
талаптарын ұсынады. Анам үйіп-төгіп крем бояулар, әдемі көйлектер, аяқ киімдер әкеліп береді. Бірақ мен ұялатынмын. Жараспайтындай көрінеді. Өзімше тамақ ішпей азығым келді. Бұл қылығымда әжем басқаша түсініп, «Жарығым-ау, ауырып қалғанбысың? Дәрігер шақырайын, түк тамақ ішпедің» деп, асты-үстіме түсіп жүр. 10-шы сынып бітірген едім, ауылға концерт болатын болды. Сіңілдерімді ертіп алып концертке шықтық. Сыныптағы ұлдар, одан жоғары оқитын, мектеп бітірген жігіттердің көздері біздерде. Әрине, маған емес, менің сіңілдерімде. Айтып кеткенімде, олар үлбіреген әппақ, кез келген жігіттерді еріксіз қарататындай сұлу қыздар. Тек мен қараторы әрі толықпын. Бірде ауылда концерт болатын болды. Әжеме жалынып жүріп, сіңілдерімді ертіп, концертке шықтым. Сыныптас жігіттер жоғары сыныптағы, мектеп бітіргені бар, көздері біздерде. Әшейінде мені танымайтындар, амандаспайтындар осындай кезде хал сұрағыш болып қалады. «Сәлем Құндыз, халың қалай? Ауылға қонақ келіп қалған екен. Іштері пысқан шығар, таныстырып жіберсең бізді». «Жоқ алшей, бұлай тұрыңдаршы». Дөрекі сөйлеген мен олардан сіңілдерімді қызғандым десе де болады. Менің бұлай сөйлегеніме сызылып сіңілдерім күлді. Сыныптас жігіттер ізімізден жүгіріп келеді. Ананы айтып, мынаны айтып, әйтеуір сіңілдеріммен танысып, мәре-сәре. Концертке барды деген аты болмаса, сіңілдерім жігіттермен сыртқа шығып кетіпті. Мен тұра берейін. Клуб іші адамдарға лық толы. Бірі кіріп, бірі шығып, менің қызғанғанымды олар бір жеріне қыстырмайды. Ашуым қысып сыртқа шықсам, әлгі жігіттермен сызылып сөйлесіп тұр екен. Бетімнің оты шықты. Әлгінде ғана мен оларға жоғаңдар деп қарсылық көрсеткенімді бұл сылқымдар қалай елемеген. «Жұлдыз, жадыра, бұл қылықтарыңды қалай түсінуге болады? Өздеріңмен үлкен жігіттермен танысуға ұялмайсыңдар ма? Жүр, қайтамыз үйге» деп, олардың қолдарынан тартып жұлқып жібердім. «Әпке, іш тым ыстық, сондықтан сыртқа шығуға мәжбүр болдық» деген сылтауларын айтып, қайтқылары жоқ. «Жақсы, неге маған айтпай шығып кеттіңдер? Мені жалғыз қалдырып». Әпке тайым, өзі ашуланса да сүйкімді деп, екі қу сіңілім менің ашуымды басып, сол күні концерт бітсе де көшеде біраз жүрдік. Сыныптас жігіттер шоколадтар, тәтті сусындар әкеліп, таусылмайтын әңгімелер, уақыттың қалай өткенін білмей қалдық. Бағымызға орай әжем ұйқыда, атам жүр екен. Бізді көріп, «Неге кеш келдіңдер қарақтарым? Әжең болғанда бәрімізді бір етікке тығады» деп бізді уайымдаған кейіппен. «Аташым, атайым, әжеге айтпайықшы» деп, үшеуміз жапса құшақтап, бетінен сүйіп еркелеп жатырмыз. «Жә, болды енді, кәне ұйықтаңдар». Таңертең әжем ерте тұрып, бізді түгендей жүр. Атамнан сұрап қояды: «Мына қыздар концерттен түнде нешеде келді?» Атам бізді қорғап: «Ерте келді. Сен ұйықтаған соң 10 минутқа жетпей келді». Ішімнен «Ай, атам менің» деп қоямын. Атам мен әжем газ болса да даладағы ошаққа, самаурынға шай құйып ішетінбіз. Сексеуілдің бұтақтарын атам кішкентай балтасымен майдалап қойған. Иісін бұрқыратып, есік алдына тіккен киіз үйде таңғы самалмен шай ішеміз. Қаланың қыздары түскі асқа бірақ тұрады. Әжем екеуміз сүт пісіріп, мен айран шайқап, әжем құрт жасап, күндегі тіршілігімізді жалғастырамыз. Бірде ата әжем алыста тұратын туыстары қайтыс болғанын естіп, 3 күнге ауылдан кететін болды. Бойжеткен біздерді туыс жеңгемізге тапсырды. Ол жеңгеміз анау айтқандай үлкен емес. Ағамыз сыртқа жұмысқа кеткен, кішкентай бөпелермен келді. Қалалық қыздар жеңгемнің тілін тауып, кешке көшеге шықтық. Дүкеннен мороженое аламыз деген сылтаумен.
Сызылып шыққан оларды көрген көрші жігіттер де жанымыздан табыла кетті. Бұрын көшеге шығу, қыздармен қыдыру деген ұнамайтын. Сіңілдерім келгелі ойым өзгергендей. Көшеге шыққым келіп тұрады. Жігіттермен әзілдескенде бірте-бірте ұнап барады. Бір жағынан олардың арқасында көрші жігіттердің бәрі бірінші менімен амандасып, хәл сұрайтын болған. Әлде мен бойжеткесін солай ма екен? Ата-әжемнің жоқтығын пайдаланған біздер кеш батса жарқанат секілді көшеге шықтық. Көптен бері сырттай ұнатып жүрген көші Нұртас есімді жігітті жолықтырдым. Менің көшеге шыққанымды көріп жүрген ол біздің сыртымыздан аңдып келген екен. Жанымызға келіп, менімен жеке сөйлесуге рұқсат сұрағанда, мен сәл сызылғандай түр жасап келістім. Нұртас биыл 1-ші курста, ал мен 10-ші сыныпта аяқтадым. Негізі біздер бала кезде бірге ойнайтынбыз. Ол жылқыны қатты жақсы көретін. Біздің үйде бие болатын. Бие құлындағанда ол үйінен ерінбей, күнде келіп, екеуміз сол құлынмен асыр салып ойнайтын күндеріміз көп болды. Одан кейіндері есейіп ес білгенде тек алыстан сәлемдесіп, араласпай кеткенбіз. Сәлем Құндыз, халың қалай? Көптен бері арамыз үзіліп кетті, я? Бала кезімізде күшті еді. Біздің құлыншақ өсіп кеткен шығар. Осылайша бала кезді еске түсіріп, біраз қызықтарды еске алып бұрынғыдай жақындай түстік. Ол менімен қоштасқанда қолымнан ұстап, сезім ұшқынын жаққандай. Сол бір күннен соң мен қатты өзгердім. Диета ұстап, бетіме түрлі крем жағып, бұрынғыдай жұмысты да жартып істемейтін болдым. Байғұс әжем мен атам өздері істеп жүрді. Сіңілдерім сияқты ағару үшін қалаға барамын деп шештім. Әжем мен атам бір түрлі болып қалды. Сіңілдеріме қарап, «Ей, сендер мына қызды қалаға баруға үгіттеп жүрмісіңдер, а?» Күңкілдеп жүрген әжемді олар түсінбей әлек. Сонымен ата-әжемді тастап бір айға қалаға кеттім. Ол жақта анам қуанып қарсы алды. Өйткені алғаш рет өз еркіммен бардым. Бұрындары тек әжеме еріп баратынмын. Анамның тұңғыш қызымын ғой. Бәрі тәттісін, дәмдісін алдыма тосып, не айтсам да орындағалы тұр. Сәнқой сіңілдерім менің стилімді лезде өзгертіп, мен де нәзік қыздар қатарына қосылдым. Өзімде сәл назданып қоямын. Анау күні Нұртас оқуға бір бұрын кететінін айтқан. Жұмыс жасайма сондай. Кетер алдында, саған қаланың сұлулары жетпейді. Жүрегімде тек сен ғана барсың деген еді. Сол сөзіне қатты қуандым. Енді ол қысқы демалысқа келгенше артық салмақтан құтылып, сұлу болуым керек. 11-ші сынып аяқ бастым. Біраз өзгердім. Жігіттер жағы да сөз айта бастады. Ешкімге қарамадым. Нұртас деген сезімім адал. Бірақ жігіттер сөз айтса өзімді керемет сезінетінмін. Арада күндер өтіп жатты. Ауылда сымсыз телефон ұстайды, көбі емес. Қыстың тез болуын күтіп жүрдім. Арманым да орындалды. Бірақ өміріме үлкен өзгеріс әкелді. Мен асыға өткен жаңа жылда келді. Ғашығым да сыйлығымен мені түнде күтіп алды. Атама жалынып жүріп, отырысқа барамын деп, әжемді әзер көндіріп, Нұртаспен кездесіп жүрдік. Нұртастың ағалар сыртта тұрады. Жаңа жыл таман әке шешесі сыртқа балаларына қыдырып кеткенде, Нұртас үйіне жалғыз қалды. Сондай сәтті пайдаланған ол мені үйіне апарды. Біз сезімге беріліп төсекте табыстық. Басында бұл тірлігімді дұрыс емес деп ойладым. Нұртас мектеп бітіргенде алып қашамын деген соң көңілім орнына түсті. Бір емес бірнеше рет болған біздерде бала пайда болды. Ол кездері Нұртас оқуына кетіп қалған, ал менің жүрегім айнып, құсуым жиіледі. Жақсы араласатын туыс жеңгеме бәрін жасырмай атушы едім. Соған жағдайымды айтқанда ол, «Ойбай, сен жындымысың? Тұрмыс құрмай неге төсекке жатасың? Енді сен бала туасың» дегенде шошып кеттім.
Жеңше ойнап айтып тұрсың ғой, олай емес шығар. Қорыққаннан аяқ қолым дірілдеп, не істерімді білмей үйге қарай жүгірдім. Бөлмеме кіріп жылап, одан өзімді сабырға шақырып, бәрібір бұл баланы туамын. Нұртас мектеп бітіргенде аламын деді ғой. Енді тек ішімді білдіртпей Нұртасты күтуім керек деп, өмірге асыққан сәбиімді өз қолыммен тұншықтырдым. Алла да шебер ғой. 6 ай бойы ішімді тас қылып байласам да, сәбиімді тірі қалдырды. Бірақ жарымжан болғаны жүрегімді ауыртты. Мектеп бітіріп, ата-әжем мені ақылы оқуға түсіремін дегенде амалсыз шындықты айттым. Байғұс ата-әжеме бұл өте қиын болды. Мені қайта толығып кетті деп ойлаған екен. Нұртас уәдесіне тұрып мені аламын дегенде әке-шешесі келіспей әзер келісті. Ақ көйлек кимедім. Тойымыз болмады. Ата-әжем елдің бетіне қарай алмай бір күнде қалаға көшіп кетті. Келін болып түскен сәттен ақ мені ешкім жақтырмады. Нұртас үшін бәріне көндім. Сәбиіме 7 айлық болғанда ғана жүктілік тіркеуге тұрған маған дәрігер түгімді қоймай ұрысты. Мен ішімді жасыру үшін қатты қылып байлап жүретінмін. Сол үшін де бейкүнә сәбиім ауру болып туылды. Аяқ қолы сау болса да кеш жүрді. Өз денесін ұстай алмайтын, сөйлеу қабілеті бұзылған. 9 айында босанып алдым. Тек әжем мен анам ғана жағдайымды жасап, ыстық сорпамды тасып жүрді. Шынымды айтсам, ата мен енем немересін мойындамады. Бұрын оқушы кезде көшеге шыққанымды бетіме басып, мені жәлепке теңейтінін естіп жылап алғанмын. Ол ештеңе емес. Нұртас оқудан келген сайын, ұлым сен жассың, қыз қырқынмен қыдыратын шағың, мына қатынды қайтесің, ауылдан шықпаған түк көрмеген деп айналып келіп маған тиісіп кететін. Одан атамның тілінде ащы, ол да әрбір ісіме жағаласып жүретін. Нұртастың қасына кетейін десем, одан енем жібермейді. Ауру қызымды шамам жеткенше қарап жүрдім. Анам қаладан массажист жалдап, қызыма массаж жасатып жүрді. Анам жалдаған массажист ауылға келетін. Не өздері немересіне емдік шараға ақша шығармайды. Анам бірде ашумен келіп, ата-енемді қырып кетті. Мені алып кеткісі келген. Оған Нұртас жалынып, мен де күйеуімді қимай, сонымен қалдым. Біраз уақытқа дейін енем үнін өшіріп жүрді. Анамның ашуынан қорыққан болар. Арпалысқан өмірмен арада 5 жыл өтті. Қызымды массажға сүйреп жүретін болдық. Өз еркімен тамақ жейтін болғанына қатты қуанып жүрдім. Бұл уақытта 2 рет көтеріп түсіріп алдым. Бірде тағы да көтеріппін. Токсикозым қатты болды. Күні бойы әлсіреп, қызыма қарауға мұршам болмай жүрді. Қайынатам намаз ұстап, сабырлы кісі болды деп қуанып жүрген едім. Енем де қалаға балаларына кетеді. Одан қалды той домалақтан қалмайды. Атам намаз ұстағалы қызымды бауырына басып, еркелетіп құшағына басты. Бұл үшін мен қатты қуандым. Атам мені қалай еркелетіп өсірді, қызымды да солай еркелетіп өсіреді деген ойым қате екен. Жүктіліктегі тексеруге баратын болып, қызымды атасы қарап қалды. Түскі ас жасауға үйге асығып келіп, атамның қызымды алдына алып, көтенін сипалап отырғанын көріп, біртүрлі күйде болдым. Ол бала болса түсінер едім. Жаман ойламауға тырыстым. Мені көрген атам селт етіп, күш етіп қойған шығар деп тексеріп жатырмын деп, біртүрлі болып өзі ақтала сөйлеп жатты. Мен ештеңе демедім. Сол күннен соң ойыма неше түрлі ойлар келіп, өзімді жаман ойламауға сендіріп жүрдім. Күннен күнге атам қызымды ерекше жақсы көріп қолынан тастамай, бір таттысын алып беретін. Енем де арасына құшақтап еркелетеді. Бірде дүкенге майда шүйда затқа баратын болып, қызымды атама
тастап шығып кеттім. Жарты жолда ақшамды алуды ұмытқаным есіме түсіп, қайтып келе жатқанда атам отыратын бөлменің терезесіне көзім түсті. Пердесі жабық тұр. Қызық, не үшін жауып қойған? Жүрегім дір ете қалды. Жақындай бергенімде перденің сәл шеті жағы ашықтау екен. Жақындап қарағанымда өз көзіме сенер емеспін. Намаз оқитын атам қызымның құйрығынан сипалап, өз мүшесін екінші қолымен қостырып отыр. Алып ұшып үйге кіргенде ештеңе болмағандай пердені ашып жатыр. Түк болмағандай. Мына пердені жауып теледидар көріп едім. Оңбаған азғын неме, жаңа мен терезеден бәрін көрдім деп үйді басыма көтердім. Енем де, күйеуімді үйде жоқ. Қайнатам жалынып, аяғыма жығылып, кешірім сұрап жатты. Мен бәрін үйдегілер айтамын деп көнбей қойдым. Айналайын келін, ешкімге айтпашы, жаздым, жаңылдым, енді жасамаймын деп жас балаша еңкілдеп жылап жатты. Сонда да қатайып, айтамынға салындым. Ол орнынан атып тұрып, өзіме қол жұмсап өлемін. Өлігім саған ауыр жүк болсын деп, үйден шығып, мал қораға қарай кетті. Бір сәт есеңгіреп қалдым. Тез есімді жиып, қораға қарай жүгірдім. Атам бұзау тартатын арқанды дайындап жатыр екен. Енді мен оған жалынып жүрмін. Ешкімге айтпаймын, өлмеші ата, кешірдім. Біреудің өлімін мойныма жүктегім келмеді. Солай атам екеуміз бар шындықты ешкімге айтпай үнсіз жүрдік. Десе де менің ашуым келіп, тілімді тістеп жүрмін. Шыдайын десем де ішіме толған кектен шыдай алмай, қайнатамның бір жеріне қастандық жасадым. Бірде ет астым, ет түсіріп, атамның қол жоға шыққаны күтіп жүріп, тамаққа қарай келе жатқанда үлкендеу тостаққа сорпаны алып, әделіп, белден төмен жеріне ақтара салдым. Бажылдап, өкіре жылап, не істерін білмей үйді басына көтерді. Ол кезде енем теріс қарап ет турап отырды. Күйеуім қызын алдына алып тамақ беріп отырған. Ешкім мен істегенімді байқамады. Оқыс жағдай деп қабылдады. Бірақ істерімді істеп, артынан көп өкіндім. Ашуымды басқалай алғанда болар ма еді? Сол бір жағдайдан соң атам бізді үйден қуды. Күйеуіммен қалада пәтер жалдап тұрдық. Анам біраз көмек көрсетіп жүрді. Атама қастандық жасаған соң көп уайымнан ішімдегі шарананың жүрегі мәңгіге тоқтады. Күйзеліске түстім. Бірақ қызым үшін өмір сүруге бел будым. Енді ғана бәрі реттеліп жатқанда, осы уақытқа дейін момын болған күйеуім қыз зорлап, сотталып кете барды. Негізі менің көзіме шөп салған, мектеп оқушысымен қыз жігіт болып жүріпті. Ол жүкті болғанда тастап кеткен. Содан анасы Нұртастың үстінен арыз жазыпты. Бұл оқиғалар өте ауыр соққы болды. Арада біршама жылдар өтті. Бар уақытымды қызымның денсаулығына жұмсадым. Сіңілім Россияға оқуға түсіп, сол жаққа мені өзімен бірге тұруға шақырды. Басында қиын болды, бірақ бұл маған берілген жаңа өмір деп қабылдап, сол елге кеттім. Ол жақта өмірім ақырындап жақсарып, массажист оқуын оқып алып, жұмыс жасай бастадым. Ақша жиып, әке-шешемде қаражат жағынан көмек беріп, қызымды емдеттім. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға көшіп келдім. Қызым 28 жасқа келді. Тілі сол күйі шықпады. Десе де өте пысық. Қазір Астана қаласында тұрып жатырмыз. Бір күні қызымның бағы жанар деген үмітім зор. Өмірімнің соңына дейін осы қызымның тілеуін тілеп өтемін. Тек қызым бақытты болса екен. Кезінде ішімді байламағанда бұл қыздың дені сау болып туылар еді деп әлі күнге дейін өкінішім өсегімді өртейді.